Енді Аман, тағы да бір сұрақ. Мысалға қазір сетевой компанияларда маркетинг бар, яғни бұл жерде де уақытша маркетинг бар да, 2027-ге дейін. Енді сол сеттегі маркетингтер мен бұл Құлагер маркетингінің айырмашылығы неде? Так, өте орынды сұрақ осы жерде, иә. Себебі мысалға біздер уже 23 жылдай сетевой индустрияда жүрік. Сондықтан мынан бір ұнағаны Құлагер компаниясында уақытша маркетинг. Яғни 2027 жылдың аяғына дейін тек қана осы, енді қазір мен есептейтін болсақ 2 жыл ғой. 2 жылдың ішінде біздер акционер болып үлгерсек, сол жеткілікті. Ары қарай біздер тек қана маркетплейспен ғана жұмыс жасаймыз. Яғни біздер постоянно адам шақыра бермейміз бұл жерде. Маған бір ұнаған осы. Себебі қазір қаншама компаниялар адамдарды шақырып жатыр, иә. Ол несі жоқ, концасы жоқ. Ол сен активный доход, яғни шақырсаң бана доход түседі, шақырмасаң доход түспейді. Яғни пассивный доход жоқ. Менің қазір осы именно самый главный мысалы сол қызығып отырғаным пассивный доходқа. Себебі менде ертең бір нетіп жатқан жоқпын, жасарып жатқан жоқпын, ертең қартаямыз ғой бәріміз. Ол біздің қауқарымыз да кетеді, ертең шаршап энергиямыз да кетеді деген сияқты, иә. Любой сетевиктің арманы негізі пассивный доход. Ал пассивный доходқа шығу үшін сетевой компаниялар мұндай біздерге мүмкіншілік бере алмайды. Сетевой компанияда береді, пока сіз активный болып тұрғанда, но пассивный доход болмайды оларда. Ал мына қазіргі заман, яғни 2026 жыл таза осы зумерлердің уақыты, маркетплейстің заманы қазір. Маркетинг айырмашылығы қандай мына жерде мүмкіншілік көріп отырсыз? Мүмкіншіліктері мынадай. Мысалға мен бір адам тіркедім, $504 дейік, маған 41 мың түсті. Екінші адам тіркедім, 41 мың түсті. Үшінші адам тіркеген кезде мен 60%, яғни 125 мың түсті. Сонда мен үш адамды әкеліп 207 мың, яғни бір простой среднестатистический адамның зарплатасын алып отырмын бір күнде. Бір күнде. Егер мен 3 адам жазатын болсам. Ал егер жазсам, допустим, 5-6 адамға ақпарат бересің, күніне бір адам жазсын деген өзінде $504 мен айына 2 миллион 70 теңге табады екен. Ал даже $196 жазатын болсам, бір-бірден күніге бір адам болмады деген өзінде 98 мың теңге айналасы ғой. Содан мен 720 мың теңге табады екен. Яғни өзіңнің личный подпискалар. Бұл личный, мен жеке мысалы шақырғанмын. Бірақ бұл жерде енді үнемі жеке шақырмайсың, яғни командамен де жұмыс жасайсың ғой. Сондағы мен екі жағыма 125 адам болатын болса, жеткілікті мен акционермін. Яғни осы болашақта келатқанымыздың Lemon маркетплейсімізді 49% алатын боламын. Маған соны санады. Және де бұл жерде бір өте керемет қызығы, пассивный доход уже неден басталады? Яғни сіздің екі жағыңызда $5,000 мен $5,000 товар обороты бар, бағана 204-ге тіркеледі, 196-ға тіркеледі деген сияқты, иә. Сонда уже 5,000-ға толғаннан бастап сіз пассивке шығып кетесіз. Бұл не деген сөз? Яғни $196-ға келесі келген адамнан $6 түседі, бағанағы 504-пен келген $15 түседі. И ол деген екі жаққа қарамайды. Теңесу деген жоқ, бұл бинар емес. Уже 5,000 болды ма толған жағынан, сол бір жағында алып кетсе де, қаншама адам перелетеді, сол командадағы адамдар да тіркей берсін мейлі, иә, бір активный болып таяды ғой, бір жағын, солардан да ақша түсе береді. Өте керемет сол. Екінші жаққа қарамайды. Екінші жақты енді өзінде өсіре бересің ғой, қай жағын асып кетті, қай жеріңіз бағанағы не болып тұр, төменде болып тұр, сол жағыңызға қарай адам сала бересің. Сосын тағы бір сұрақ, яғни бұл компания, Құлагер компаниясы заңды тіркелген бе? Сосын бір, екінші финансовый пирамидаға қатысы бар ма деген сияқты ғой. Ол да өте орынды сұрақ. Енді қараңыз, иә. Енді біздерде осы компаниямызда тоже бағана не бар, бағана юристтер бар, сол юридический жағынан өте бәрі заңды. Қазір мен сізге көрсетейін, даже мына осы біздерде мына Алматинский область, Карасайский район, мына Ергелинский, да, вот Сергей жилой массив, Асыл Арман, бұл жерде мына бейіні бәрі бар, Тюран, Хуагэ, биоинженерия. Яғни бұл Қазақстанда Хуагэ компаниясы заңды тіркелген. Енді Lemon маркетплейсіміз ертең бұйырса уже күзде келеді, алла қаласа. Енді қазіргі таңда осы сет арқылы біздер қаншама адамдарды нетіп, информация беріп, яғни қазір команда жинап жатқан жайтымыз бар. Енді қараңыз, егер финансовый пирамидаға келетін болса, айта кететін жайт, финансовый пирамидада ешқандай зат берілмейді. Сосын оларда шектеу болмайды. Яғни тіркелу оларда миллион, 10 миллион деп кете береді. Себебі олар финансовый пирамидалардың несі қандай? Яғни олар жинап-жиналады, жоқ болып кетті ғой олардың мақсаты. Көп болса бір 6 айға дейін барар деген сияқты, иә, мысалы сөйтіп адамдар басындағы адамдарға береді, соны жинап кетіп қалады. Ол финансовый пирамидалар сондай. Сосын оларда зат болмайды екіншіден. Ал енді үшіншіден
Үшіншіден, олар сен салған ақшаңды мысалы сразу бермейді, мысалы какой-то там реферал, канал деген сияқты. Олар бір айдан кейін аласың дейді, 2 айдан кейін аласың дейді, сөйтіп созып артынан жоқ болып кетеді мысалы. Ал мына жерде Хуавейде сіз $196 және $504 басқа артық ешқандай неге тіркеле алмайсыз. Яғни одан да үлкен суммалар жоқ бұл жерде. Шектеу бар. Шектеу бар, иә. Мысалы сол шектеудің арқасында сіз $196 тіркелдіңіз ба, сізге $210 затын береді. $504 тіркелдіңіз ба, сізге $500 затын береді ғой. $1000 затын, иә. Сонда қараңыз, разница көрсе, бұл егер сетевая индустрия болатын болса, бұл жерде сетевая компания сразу банкротқа ұшырайды. Ал бұл жерде сізге осы Хуавей компаниясына сеніп келген үшін сізге сондай күшті подарок жасап тұр да. Яғни сіздің ақшаңызды двойной аласыз. Яғни $504 я двойной ақша төленеді бұл жерде. Ал мынада енді как поощрительный $196 поощрительный бағана сіздің салған суммаңыздың жоғары, құттай болса да жоғары ақшасын беріп тұр, иә, соған подаркасын беріп тұр. Яғни халықтан көбінесе осы қойылып жатқан сұрақтар, осы сұрақтар бойынша жасалып жатқан подкаст бұл командаға. Ал рахмет, тыңдарманға, Аман мырзаға да рахмет. Иә, енді бұйырса осы подкастты TikToktан көруіңізге болады. Не үшін Хуавейға келулеріңіз керек екен, бұл жерде бәрі ашық айтылған.